Ораза әрбір мұсылман адам үлесі болуы керек болған іс. Құдай денсаулығыңызды берді ма? Алла тағала сізге бір мүмкіндік берді ма? Шамаңыз жетсе ораза тұтып қалыңыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген хидаяттар көп. Сол хидаяттың бірі пайғамбарымыз айтады: бір күн Алладан қорқып, Алла үшін деп тұтылған ораза 70 жылдық дозақтан ұзақтастырады дейді жолды. Рамазанға байланысты иншалла міне оның сауабын біз білмейміз. Қазір бізге бір жай өтіп жатқан сияқты. Иншалла біз ол қуанатын күніміз бар. Ол Құдаймен жолыққанда. Ол пайғамбардың хадисі хақ. Ома янтиғу анил хауа. Пайғамбарымыз жалған нәрсені айтпайды дейді. Біз уақи еткен нәрсені айтады дейді. Сондықтан бұл да Алланың уақи.